Тамшы KZ ұсынады. Қарт ананың ұлы мен қызына айтқан өсиеті. Ұлым, қызым, менің қымбаттыларым, күндердің бір күні менің қартайып, қаусаған кезімді көресіңдер. Сол кезде өтінерім, маған көңіл бөліңдер, және мені түсіну үшін сабырлық танытыңдар. Егер қолымнан жеп отырған асым түсіп кетер болса, өз киімді өзім кие алмайтын уақыт жеткен кезде, дәл қазір өзім істей алмай отырған істерді, сендерге үйреткен күндерді естеріңе алыңдар да, маған сабырлықпен қараңдар. Егер менен жағымсыз иіс сезер болсаңдар, маған ұрыспаңдар. Сендер таза жүрсін деп, барымды салған күндерді естеріңе түсіріңдер. Егер мен ақылға қонғысыз амал жасар болсам, маған күлмеңдер. Керісінше, менің ақылым, көзім болып, маған көмектесіңдер. Мен сендерге қалай өмір сүру керектігін үйреткен болсам, сендер маған ненің дұрыс-бұрыстығын қалайша үйретпексіңдер. Мен сендерге есеп күні жайлы хабар бердім. Менімен әңгімелескен кезде, менің жай сөйлеуімнен жалықпаңдар. Ойлау қабілетімнің баяулығынан шаршамаңдар. Әрі, есте сақтау қабілетімнің төмендігі сендердің ашуларыңа тимесін. Себебі қазіргі менің бақытым сендердің жандарында болып, сендермен әңгімелесуде емес пе? Егер менің аяқтарымнан күш кетіп, жүрген кезде сүрінер болсам, маған жұмсақтық танытыңдар. Себебі мен өздерің тай-тай басып, жүріп кетпейінше қолдарыңнан жетелеген едім. Бүгін менің қолымнан ұстауға ұялмаңдар, ертең өздерің қолдарыңды ұстататын адамды іздейтін боласыңдар. Мен сендер секілді өмір ағысына қарап жүзіп жатқаным жоқ. Керісінше, мен өмірден өлімге аяқ астым. Әрі оны жеңіл келер деген үмітпен тосудамын. Сондықтан да маған қарсы шықпай, менімен бірге болыңдар. Егер менің қателіктерім естеріңе түсер болса, естеріңде болсын. Мен ешқашанда сендерге жақсылықтан өзге тілерім болмаған. Маған дәл қазір жақсылық жасағыларың келсе, мені кешіріп, кемшіліктерімді асырыңдар. Аллах тағала сендерді кешіріп, кемшіліктеріңді жасыратынын біліңдер. Сендердің жарқын күлкілерің мені бұрынғыдан да артық қуанышқа бөлейді. Мені орталарыңнан шеттетпеңдер. Сендер туылған кезден мен жандарында болдым. Мен өлген кезде менің де қасымда болыңдар. Мені анау өмірге шығарып салыңдар. Бұл өсиетті анасының сезімін түсінгісі келген әрбір адам оқысын. Мұны ұлдарыңыз бен қыздарыңызға да оқып беріңіздер. Мен бұл өсиетті 1000 мәрте оқысам да жалықпас едім. Я Раббым, ата-анамның күнәларын кешіре көр. Олар маған сәби шағымда мейірімді болғандай, сен де оларды мейіріміңе бөлей көр. Мұны оқып, өзгелерге де насихат етпеуің мүмкін емес. Насихат ет, бөліс. Ата-анасы бар жандар зейіндерін салар. Ал кімдікі өмірден озған болса, олар үшін намаздарында дұға етуді ұмытпас.